атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп кететін, өтетін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, бесігі байтақ даласы, алашым деп аттанса ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Жасытпаған дұшпанының жаласы, жыр термеден табылатын дауасы. Жанын берер, барын берер ел үшін, жер үшін, зертке мықты мен қазақтың баласы. Топқа түссе тақым қысар анасы, тулап кетсе тас төгітер тағасы. Ел сенімін, ер сенімін ақтаған, сатпаған, отты жүрек мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, бесігі байтақ даласы, алашым деп аттанса ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Ақтөбем арайлым, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, ақтөбем мен сені жердегі жұмақта балаймын. Туған елім, ай күнім, саған құшақ жайдылым. Қазық қақсан кен шығар, құрым тауым байлығым. Қайсарлықты ту өткен, талай тұлға түлеткен, қобда менің айбыным. Атын алған тектінің, әйтеке би әйгілім. Су тәнді емдеген, әні жанды тербеген, шалқарым жыр айдыным. Құтты мекен Ақтөбем, мақтануға сай бүгін. Ақтөбем, ақтөбем арайлым, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, ақтөбем мен сені жердегі жұмаққа балаймын. Ай бәрекелді, Алла разы болсын. Осы астың ашылуына осында үлкен ақсақалдардан бір батасын алып бастасақ дейміз кәнекей. Қаз тұрғын атамыз. Bismillahirrahmanirrahim. Жарылқа Алла қаул ет, жарылқаудың қауымын ет, не тілегін әзір ет. Бақ берсін, бас берсін, ұзақ ғұмыр жас берсін. Ұзақ ғұмыр зор вақыт сендерден дәулет өтпесін. Тәңірім берген несібен еш уақытта кетпесін. Бақ қарасын, қыдыры дарсын, кеткенін келіп кемтігін толсын. Дастырқандарға берекет, барлығыңа өздеріңе денсаулық берсін. Бар болайық, бір болайық, әрқашанда аман болайық. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Ал, астан алып отырыңыздар ағайындар. Жақсылап. Құрметті ағай, бата берілді. Енді осы алжан қарасектердің ішінде үлкен ақсақалдар бар ма? Жаңа қазірған адам ағам бата беріп жатыр ғой. Одан кейін адамдар бар ма? Онда сіз бір-екі ауыз сөз айтсаңыз қалай болады ақсақал? Ал ондашы, құрметті ағайын. Бата берді ол. Бұл жерде жақсы насихат болатын, жақсы сөздерді айтқаныңыз дұрыс болады. Себеп бұл енді бүгінгі беріліп жатқан ас Алла тағала қабыл етсін дейміз. Мынау
Майлы Қожа атамыздың бір айтқан сөзі бар екен. Пенденің көзі шалғанда дүниеге тойған ба, моласына өлгенде алтыннан белге қойған ба. Қадірі болмас адамның ортада тұры жүргенде, орны қалар ойсырап бір күні жерге кіргенде дейді. Алла Тағала тек қана баршамызды тірлікте сыйлатып, тірлікте Алла Тағала бір-біріміздің қадірімізді білуге жазсын. Солай дей отыра, бүгін ақсақалдардың қадірін бір. Себеп, ақсақалы бар елдің қадірі күшті болады дейді. Ақсақалы бар елдің әрқашанда берекеті болады дейді. Бол ырысың, несібең, басыңдағы бағың, әрі маңды басыңа киетін, хандар патшалар киетін тәж дәулетің болмақ. Сондықтан да осы тәж дәулеттерімізге сөз кезегін ұсынғалы отырмыз. Ал ақсақалдар, ар жағы 5 минуттан, бер жағы 3 минуттан қайтарып отырсаңыздар иншалла. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Енді мынау бүгінгі отырыс жиылыс барлық алжандардың бәрінің басын қосып отқан мынау балдардың, жігіттердің, айналада жүрген жаңа бұл адамдардың бәріне де көп рахмет. Отбасылары аман, дендері сау болсын. Менің атым Совет, Алжан Қаракесек, Қосақпын. Осының айналасында туып өстік. Кешегі 69 жылға дейін мына Сарыбақ деген үйде тұрып, содан кейін көшіп бәріндемеді. Өзіңіз білесіз, балдардың соңына ереміз қазір бұда оқсақ. Сөйтіп жаман емеспіз, жақсымыз, аманбыз. Енді жаңағы айтып жатқан ағайындардың жаңағы мына Алғабас көрдік қой, Мырза атамыз, Нұғман атамыз, Төлебай аталардың барлық ақсақалдардың бәрін бұяқтан көріп кеткен біздерміз бірақ. Енді мынау беріп жатқан садақа қабыл болсын. Бәріңізге де келгендеріңе рахмет өте. Мынау енді бастағасын келіп осында жиналғандарыңызға дүм-дүмі рахмет. Қабыл болсын садақа, үйлеріңді отбасы аман болсын. Алла разы болсын, ақсақалдар. Олай болатын болса, осында ас болғаннан кейін астыңда бір берекеті болсын деп, осында Ақтөбенің жігіттерін ұлықтайтын. Бәрекелді. Ассаламағалейкум, ардақты ағайындар. Бүгінгі ас қабыл болсын, ниет қабыл болсын. Мінекей осындай жерге келудің өзі Алланың бұйырған дәмі, осы ұйымшылдықтың арқасы. Қашанда осында ұйымшылдық жасай берсін, тардай шашыраған біздің қазақтың басы құрала берсін, ауызымыз бір болсын. Енді қазір осы қазақ халқы бір-бірімен амандасқанда мал жан аман ба деп амандасамыз ғой. Қазір енді мынау Ақтөбем деген әнімді орындап берермін. Қазір бірақ амандық саулық білісіп, мынау ақтөбелік ақын Оразбек Қиынбаевтың сөзіне жазылған Ербол Бәтеннің аман ба деген бір әнмен бастап олайын, құрметті ағайындар. Қабыл алыңыздар. Сыйластық күлдей бір ашып, бауырмалдық қауласып, қарға тамырлы қазағым, тұрайық саулық сұрасып. Құбылған мынау заманда амандық керек адамға, қалайсың қайсар қазағым, үй ішің тегіс аман ба. Мағанда саған қоғанда татулық керек қаламда, жан жағың тума туысың, мал жаның түгел аман ба. Ауырмай әкең анаңда, күлімдеп жүрсе балаңда, бәріміз бізбенсіз болып, сыйласа білсек жаман ба. Құбылған мынау заманда амандық керек адамға, қалайсың қайсар қазағым, үй ішің тегіс аман ба. Мағанда саған оғанда татулық керек қаламда, жан жағың тума туысың, мал жаның түгел аман ба. Елдеріңіз іргелі болсын, шайларыңыз әрқашанда қоюда тәтті болсын дей отырам. Аналарға сөз көзегін ұсынсақ дейміз. Әрі қысқа, әрі нұсқа сөйлесеңіздер, мен білемін мұғалима апайлар бар екенін. 45 минут шалқытпай ақ қойыңыздар, бірақ 5 минутта толықта қойыңыздар. Ағайындар, бүгін үлкен қуаныш болып
Bärimizin başımız bolsun. Çalay kişine. Жұлдыздың басына алғабасқа әулиелердің бәрін аралап келіп жатырмыз. Рахмет осы басқарып жүрген жігіттерге неше күннен бері сабылып. Бәріңе де денсаулық тілеймін. Ұрыға бөлінбейік. Бәріміз Қарайсектің баласымыз, бәріміз Қарайсектің жолдасымыз. Ұрыға бөлінсек, пішірап кетесіңдер, пішірамайық. Мана бір кісі айтты ғой. Жылына бір рет, екі жылда бір осылай жиылайық деп, жиынып жасайық деп, сол сияқты бәріміз соған мен қосыламын. Өте бір жақсы шара бұл деген. Бұл алға басты көтеріп ашқан. Енді атамның атын атамасын деп едім аталарымның. Амал жоқ, айтасың. Кешіресін бір атын атамайын, бірақ фамилиясын атайын. Әулиенің басындамын. Әулиеден қорқамын, басымды емін, бүткіл өлі аруақтардан бәріне. Мен де Қарайсектің ең үлкен келім, басымды едім ал бүткіл аруаққа. Есе келді, жан келді. Сосын жаңа айтайын деп атқаным. Аталарымның фамилиясы айтамын, сендер өздерің түсінберсіңдер, танитындарың танисыңдар. Мен 59 жылы Ресет ауылына келін болып түскен адаммын. 59 жылы. Содан жаңа жолдасым Зила деген ағаларың Қарайсек алжан. Зоотехник, ветеринар болып жұмыс істеді. Еркінкөш, Алғабас, Жылқауыл, үш ауылды қарады. Сол кезде мен жаспын ғой, біздер олақта жаспыз. Атарбағанмын біз осы Алғабасқа келетін еттім мені. Үлкен атамыздың үйіне түсіреді. Фамилиясы Ержанов, атына атамайын. Бірақ шыңғыстың атасы үлкен атасы. Осы үйге келіп түсемін, жағалап жүріп арылаймын. Қарайсектер сол кезде көп еді. 48 алжан тұрған екен бұнда, Алғабаста. 48 үй алжан үй тұрған. Соның естігенім үлкен кісілердің құлағын салып тыңдағаным, халқым, мен де ол кезде жасым кіремеймін, бірақ есімде қалғаны, аталарымның айтқаны, жолдасымның айтқаны, самалғана бесметовтан айтайын. История емес дегенмен жұрттың еңбегі. Аллама, шашақта қалдым, өзім ауырамда қашып. Ауырма. Мына үлкен атамыздың айтқаны, міне тыңдаңдар бәріңдер. Құлақтан 5 метрін алдаш деп. Үлкен атамыз Избасов құрмет орден алған. Москвадан атын атамайын. Алиева Мерует апамыз. Ол да КСР-дің депутаты болған. Ол да Алғабаста тұрған, сосын Москвадан алған. Тыңдай беріңдер, жедел әлі бар қой. Үлкен атамыз құлақ салып, наңдар қарағым, кейінгі бір кезде керек болар дегенін тыңдаған. Ахетов ата Әбілдің әкесі, бригадир болған. Сұлтан. Жоқ, Әбілдің әкесі. Сосын, тыңдаңды жедел. Өз атам, Ескелдин, Зыңланың әкесі, жолдасының әкесі, оқымай комбайн айдаған. 41 жылы соғыс қалып кеткен әкесін. Сонан Зыңлағым арчасында мамасы қайтыс болған. Содан тумалары бағып, бұза Алғабаста өсірген. Қарайсектер өсірген. Зоотехник болып, Сибирский институтта бітірген, оқу бітірген. Содан осы Алғабаста 7-8 бала қаттап тамдыға оқыған. Бұл уақытта не жоқ, үйде жатып оқыған. Айбатша болған мұғалімдері. Өз үйіне жатқызып, кім Айбатшаны таниды? Фамилиясын білмейді. Жамансарин. Сол үйіне жатқызып, 8 балаға тамақ берген өзі, сол уақытта тамақ та жоқ дұрыс. Бірақ берген оқыған. Келіп жатыр дейді, үлкендерге тарта берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті аналарымыз, апаларымыз, ақжаулықты, осы елдің, Қаракесектің көсегесін көгертіп отырған, осында аналарымыз болса, Алла разы болсын. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің түресі,
олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмайды биік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Олар жайлы айтылмайды биік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің түрісі, біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп, осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп, осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны, кешек өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, өз елінің сұлтаны мен өз елінің ұлтаны. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны. Алла берекет берсін, Алла разы болсын дегіміз келеді. Алла Тағала мына әр уақытта бүгінгі беріп жатқан ас садақаларымызды қабыл етсін. Бұл 12 ғасыр бойы ата-бабамызда жалғасып келатқан нәрселеріміз. Мына зияратты жасадық. Абай атамыздың мына қара сөзінде бәр жерде айтып жүрміз. 4 рызық несібе берген, жеміс жидек, су ет дейді. Міне бүгінгі сол ұрпақтар жиналып, 4 рызық несібен жайып қойып, бір-бірлеріңізге құрмет қызметтеріңіз көрсетіп отырсыздар. Сол 4 рызық несібен арқасында бақилық болғандарға дейді Алла Тағала 4 рызық несібен асып қойса, оған 8 рызық несібе береді. Ол не дегенде жұмақтың 8 есігі. Міне келген қонақтар Құран оқып, тілек ниеттерімізді айтып, осы 4 рызық несібеден Аллаға шүкіршілік етіп, Құран оқып, ахиреттік болған ата-бабаларымызға жұмақтың 8 есігі нәсіп етсін деп беретін бұл ас садақаларымыз. Абай атамыз бұны қара сөзінде келдіріп айтып кеткен. Міне жаңа бірінші зияратты жасадық, дұғамызды оқыдық. Пайғамбарымыздың хадис амалдары орныменен орындадық. Бірақ та бұл зияраттың да қай нәрсенің болсын әдебі бар, әдебін сақтайық. Әл-Фараби атамыз айтып кеткен. Егер ілім іздейтін адам бірінші тәрбие ілімін іздесін. Егер тәрбие ілімін алмайтын болып, ілім іздейтін болса деген, ол халықтың арасында алауыздық пайда болады деген. 30 жыл мен тәрбие ілімін алдым, 20 жыл ілім іздедім деген екен. Алла Тағала осы тәрбие жолымен, әдеп жолымен жүрімізді Алла Тағала нәсіп етсін. Үлкендерімізге құрмет, кішілерімізге ізет болуына. Мына өшерді олқа мына ағаларымыз отыр. Ағажандар барлығыңызға Алла мына бүгінгі тілек ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Алла Тағала мына жүрегімізде иман менен оқыған Құран дұға садақаларымызды Алла қабыл етсін. Амин, Алла разы болсын. Я бауырлар, осы ұйымдастырған адамдарға мың алғыс. Мына біздің жеңгеміз депутат, Қаракесектің келіндері күшті болады. Менің Гүлзада деген жеңгем бұл мына бәзін ұруымызды біз білмейміз. Сосын ол бәрін білетін, бәрін жаттап өлеңмен айтатыны. Орынбасар деген жеңгеміз, Тамара деген жеңгеміз жаңағы болат жүргізіп жатыр. Осындай біздерге ұрпақтар, бауырлар беріп жатқан аналарға, осы Қаракесектің келіндеріне бәріне мың алғыс. Барлығымыз аман болайық, сау болайық. Алла Тағала бізді бәріміз жақсы көреді.
Сондықтан қаямет қайым жақын, бәріміз де жамандықтан арылып, жақсылыққа бой ұрайық. Абайдың 40 сөзін айтқанда 41 сөз. Сондықтан барлығына денсаулық, мол бақыт, жан жағымыз аман болсын. Рахмет. Алла разы болсын. Өмірлеріңізге Алла тағала берекет берсін. Бұрын әйел адам сөйлемеген ғой негізі. Ер азаматым білет, ер азаматым білет деп, қолын қалтасына салып отыра берген ғой жарықтық аналарымыз. Солардың көзін көрген осындай апаларымыз, аналарымыз аман болсын. Ер азаматтың шылауында жүрген біздер бақытты болайық деген екен. Сол айтқандай бақытты болыңыздар. Ер азаматтарыңыздың етегінен ұстағандарыңыз. Әлбетте, кім батыр десе, мен әйел адам батыр дер деген екен. Неге десе, бұл көзінің ұшқан ұясын тастап, әкесін тастап, анасын тастап, бір елді ел қыламын көбейтемін деп, басқа шаңыраққа, басқа елге келіп түседі екен. Сол жерде өніп өседі екен, сол елдің ыстығына да, суығына да төзеді екен. Сондықтан да аналарға басымызды иеміз. Алла тағала да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да барлығы да айтады, Алладан кейін ата-анаңның көңіліне тиме дейді. Ата-анаңның көңіліне тиетін болсаң, Алла тағала разы болмайды екен. Себебі Алланың назары ата-ананың ықыласында дейді. Сондықтан да ата-аналарымызды құрметтей білейік, қадірлей білейік, құрметті жастар. Ал ақсақалдар, бәрекелді. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kudayım kulum degi, Muhammed ümmetim degi, şadiyanım dostum degi, perişte evmeyin degi. Bak karasın, kıdırlarsın, kırsın, arsın, ketkenin gelsin, kemtinin dostun. Aydan aman et ki, şuradan nesin et ki, Kudayım albatan kabul et ki. Ölüge iman versin, türege bereket versin. Hayırda sarkan olsun. Yoltkanda yoldarın olsun, kıdırata yoldaşların olsun. Dinin sağlığın versin, baydın devletin versin, ömür yaşlarınız uzak olsun. Bugün buna alcanın ruhuna bir batkan, nemere şöverlerin bir batkan sadakalar Allah kabul et. Allah da dinlerine sağlık, basların amandığını versin. Allah Teala yünde otlasında berekesi versin. Dinlerimiz, tiş, halkımız aman olsun. Allah bir batkan sadakalar, Allah kabul et desin, kabul olsun. Sende de 88 gelinler olsa ağamız siyahtı. Selam etip alatın bolsa tabaқты. Анау жоғарыға шығып, мына жақтан жүріңіздер. Көстеңдеп елдің ортасын бөліп өтпейтін қазақтың келіндер аман болсын, жартысымыз мына жақтан кіріңіз. Жастары мына жақтан, қарттары мына жақтан. Ортаншы 40-қа келген келіндер орта жерден алыңдар. Кемпірлер тұрсын қарап. Ай, бәрекелді. Алла берекет берсін. Сарқыттан ауыз дейіңіздер. Мынау сарқытта берекет бар дейді. Осы сендердің болашақтарға, келешектеріңізге Алла Тағала берекетін осы сарқытқа қойған екен. Сарқыттан ауыз дейіңіздер. Ойбай, ата, қалдырмай жеп қойыңыз деп айтады дейді, баяғыда бір татар келін. Бәрібір итке ташимыз деп. Сол айтқандай болып жүрмесін. Басты үлкен кемпірге бер. Көбісі бар. Алла берекет берсін өміріңізге. Мына жақта табақ бар, алыңыздар. Кіріңіздер. Ай, бұлар қайнағалар ақша төлемеген ау дейм, беті шарда бермегенсіңдер ғой. Алла берекет берсін, қалдың айтам. Алла берекет берсін. Ай, бәрекелді. Ақсақалдарымыз осылай жарқырап жүре беріңіздер. Namısın kola verme.
Салкенұлы бауырымыздың белсенділігін көріп жатсыздар осы шарадан. Бірақ бұл жігіт бұрыннан осындай іскер, белсенді жігіт. Біздің Ақтөбе қаласында Қаракесек Ақтан Батыр қоғамдық қоры бар. 15 жыл болды ашылғанына. Сол Қаракесек Ақтан Батыр бабамыздың құрметіне 13 жыл бойы күрестің үш түрінен халықаралық деңгейдегі жарыс ұйымдастырып жүрміз. Сол жарыстың басты демеушісі осы Өмірзақ Болат Салкенұлы. Бұдан кейін тағы да басқа спорттық шаралар бар. Сол шаралардың бәріне осы Болат ініміз өзі бас болып қолдау көрсетіп жүр спортшыларға. Негізі өзі спорттың маманы. Біздер Қараған спорт мектебінде дарынды спортшылар аралаған. Мектепте бірге оқығанбыз. Еркін күрестен Қазақстанның сол кездегі бүкіл жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы, сыртын спорт шебері. Қазір жас спортшыларға қамқоршы болып жүр. Бүгінгі шараны ұйымдастырып жатыр, өздеріңіз көріп жатсыздар. Енді барша спортшылардың атынан, барша ағайындардың атынан осындай бір аманат бар. Болат Салкенұлына дене шынықтыру мен спортты дамытуға қосқан үлесі үшін деген медаль келіп тұр Астанадан. Сол медаль тапсыруға рұқсат етіңіздер. Рұқсат па? Рахмет, амин. Қуаншаға бұл көктегі Ал құтты болсын. Ал құтты болсын енді. Келесі марапатты елбасының қолынан президент қолынан алсын. Болат ағамыз бауырымызға Аллах разы болсын. Осындай шараларымыз көп болсын. Енді бір ұсынысым, жаңа айтып жатыр ғой, келесі 10 жылдан кейін тағы ас берейік деп. 10 жылда кім бар кім жоқ. 10 жылға созып керек емес. Ең әрі деген 5 жылда осылай жиналып тұру керек ағайындар. Екінші орынға 30 мың теңгемен марапатталады. Видеоға түсіріп жатсыздар ма? Және қол күресінен 3-ші орынды жеңіп алған Оспанов Сакен Талдысайдан 20 мың теңгемен марапатталады. Мына жерге келіңіздер, суретке түсеміз. Медалін бер, қола медалі. Қол күрес қой, қола медалді бер. 3 орын ғой, сен ерледің. Келіңіздер, суретке түсеміз, суретке түсіп жүріңдер. Жеңімпаздар 1-ші орынды жеңіп алған Рахметов Саян Тамдыдан бір көтеруден 50 мың теңгемен марапатталады. Бұл Рахмет Мараттың баласы. Алтысайдан негізі. Кетпеңіздер. Бірінші орын ғой. Бір көтеруден 2-ші орын жеңіп алған Нұртазин Марат Талдысай ауылынан. 3-ші орын болады. 3-ші орын. 2-ші орын жеңіп алған Қуанов Амангелді Шұбарқұдықтан. Құтты болсын. Құтты болсын. Медалін тағыңыздар. 30 мың теңгемен марапатталады. Шұбарқұдықтан келген бауырымыз. 3-ші орын жеңіп алған Нұртазин Марат Талдысай ауылынан. Құтты болсын. 20 мың теңгемен марапатталады. Суретке түсеміз. Болат ағай бар ма? Келіңіз. Гайма. Альбан Қаракесек тайпа басы. Тайпаның басы. Көрттік па, күні қаштық па? 3-ші орынды жеңіп алған команда Еркін күш ауылының командасы.
Ya bizler mына biz ғой mына ағаларымызға бізге сайысқа шыққан Нұрлан аға командаң жинап келіңізші. Нұрлан бұнда келіңдер. 30 мың теңгемен марапатталды, 30 мың теңгемен келіңіздер. Аға қайда? Мына сіздерге. 20 мың теңге марапатталды. Сіздерге. Сау болыңыздар. Осылай. Рахмет. Жақсы. Аға, емес, давай. Бірінші орын жеңіп алған Алғабас Алжан Қаракесектер командасы. Бұл командалық. Команда қайда? Команданың капитаны. Бұларда 50 мың теңгемен марапатталады. Алтын беріңіз, алтын беріңіз. Мына алтын арнайы жасатылған. 20 грамм алтыны бар дейді. Руслан қайда? Руслан, кім медаль кел, медаль тағы. Все, медаль тағы уже. Қайда медаль? Руслан 73-тен. Суретке түсіп жіберейік. Асықпаңыздар. Екінші орын жеңіп алған Байган ауданының командасы. Байган жігіттер қайда? Қайда, капитан команда қайда? 30 мың теңгемен марапатталады. Арқан тартыстар, не ғой, қашып кетпейміз, жуамыз. Қазақ деген халықтың баласымын, баласына беретін барасылын. Менің көрсе қиналып енесінің, тілін алып өсетін ағасының. Қазақ деген халықтың баласымын, жағасынан алмайтын данасының, айтқанынан шықпайтын әкесінің, бір сөзінде шықпайтын анасының. Қазақ деген халықтың баласымын, алда талай алынар барасуын.